Сәлеметсіңдер ме менің ақылды оқушыларым? Көңіл күйлерің қалай? Қашықтықтан өтетін математика сабағын бастаймыз. Олай болса, видеоны мұқият қарап отыра ғой. Қандай азық-түлік адам организміне пайдалы? Бұл жерден біз адам организміне пайдалы деп сүт, қырыққабат, асқабақ, өрік, қызанақ, қызылша, алмұрт, жүзімдерді айта аламыз. Ал қандай азық-түлік зиянды? Газдалған сусындар, гамбургерлер, бұлар адам ағзасына зиянды. Бізден сұрайды, алма пайдалы ма? Әрине, алма және түрлі жемістер адам денсаулығына өте пайдалы. Мына суретке қарайық. 1, 2, 3, 4 қатар алма берілген. Әрбір қатарда 1, 2, 3, 4, 5 алмадан бар. Мына қатарда да 5-еу. Мына қатарда да 5-еу. Мына қатарда да 5-еу. Яғни 1, 2, 3, 4 қатар бар. Міне. Енді балалар бітеді бізде. Bir қатарда неше алма бар дейді. Bir қатарда 5 алма бар. Ал айтады, 2 қатарда неше алма бар дейді. Оны білу үшін 5 қосу 5 дейміз. Өйткені әр қатарда 5-тен алма бар. Онда біз білеміз 5-ке 5-ті қоссақ 10 болатыны. Яғни 2 қатарда қанша десе 5-ті өз-өзіне 2 рет қосамыз. Міне 5 алмадан 2 рет. Оны бұлай да жазуға болады. 5 көбейту 2 тең болады 10. Міне нүкте дегеніміз бұл көбейту амалы. Ал 3 қатарда неше алма бар дейді. Әр қатарда 5 алмадан бар. 3 қатар десе, онда біз алманың санын 3 рет қосамыз. 5 қосу 5 қосу 5. Сонда 3 қатардағы алманың саны шығады. 5-ке 5-ті қоссам 10, оған 5-ті қоссам 15. Міне, 5 алмадан 3 рет аламыз. Оны көбейтумен былай өрнектейді екенбіз. 5 көбейту 3 тең 15. Ал егерде 4 қатарда қанша алма бар екенін білгіміз келсе, әр қатарда 5 алмадан бар. 4 қатарда қанша екенін білгіміз келсе, 5-ті 4 рет қоса дегенбіз. 5 қосу 5 қосу 5 қосу 5. Яғни 5-ке 5-ті қоссақ 10, 5-ке 5-ті қоссақ 10, 10-ға 10-ды қоссақ 20 болады екен. Міне, онда біз оны көбейтумен былай өрнектейміз. 5 көбейтілген 4 тең болады 20. Мынау 5 деген бір қатардағы алманың саны, бұл қатардың саны. Міне, бір қатардағы алманың санын 3 қатарға көбейтсек 15 шығады. Bir қатардағы алманың санын 4 қатарға көбейтсек 20 шығады. Балалар, міне қарайық. Әр қатарда 5 алмадан бар. Осындай 3 қатарда қанша екенін білу үшін біз 5-ке 3-ті көбейтеміз. Яғни тең болады 15. Бұл 5 дегеніміз бірінші көбейткіш, 3 дегеніміз екінші көбейткіш, 15 дегеніміз көбейтіндінің мәні. Ал бұл нүкте немесе бұл көбейтудің таңбасы. Міне, бірінші көбейткіш, екінші көбейткіш көбейтіндінің мәні. Қосудың көмегімен үлгі бойынша есепте. Енді қарайық, 40 көбейту 2 дейді. Ол дегеніміз 40-ты өз-өзіне 2 рет қос деген сөз. Міне. Бірінші көбейткіш, екінші көбейткіш оның неше рет қайталанатынын білдіреді. Міне, 40 қосу 40 деген сөз. Яғни 40-қа 40-ты қоссам 80. Ал енді қарайық. 9 көбейту 3. Онда бұл дегеніміз 9-ды өз-өзіне 3 рет қос деген сөз. 9 қосу 9 қосу 9. Міне, бірінші көбейткіш, екіншісі ол неше рет қайталанатынын көрсетеді. 9 қосу 9 қосу 9 деп 3 рет қайталаймыз. Бұнда бұл 27 болады. Енді қарайық, 100 көбейту 3.
Ол дегенimiz жүзді өз-өзіне 3 рет қос деген сөз. Міне, жүзге жүзді қосам 200, оған бір жүзді қоссам 300. Келесі, 22-ні 3 рет көбейт дейді. Ол дегенimiz 22 қосу 22 қосу 22. Яғни 22-ні өз-өзіне 3 рет қос деген сөз. Бұл дегенimiz 66 болады. Келесі, 3 көбейту 5. Бұл дегенimiz 3-ті 5 рет қос деген сөз. Мына тұрғандар неше рет қосу керектігін білдіреді. Олай болса 3 қосу 3 қосу 3 қосу 3 қосу 3 тең болады 15 болады. Келесі, 21 көбейту 2. Бұл дегенimiz 21-ді өз-өзіне 2 рет қос деген сөз тең болады 42. Енді балалар, мына көрсетілген өрнектерді қосумен өрнекте және оның мәнін тап. Яғни 5 көбейту 2 дегеніміз 5 қосу 5, яғни 5-ті 2 рет қос деген сөз. Сол сияқты басқаларында дәптерге орындай қой. Мектеп асханасына барлығы 100 килограмм өнім әкелінді. Оның 50 килограммы күріш, 28 килограммы қарақұмық, қалғаны арпа. Енді бізден сұрайды арпа қанша килограмм деп. Қарайық балалар, міне, барлығы 100 килограмм, оның 50 килограммы күріш, 28 килограммы қарақұмық, енді қалғаны арпа. Осы қалған бөлікті тап дейді. Бір бүтін белгілі, міне, бөлік, 2 бөлік белгілі, енді 3-ші бөлігін тап дейді. Олай болса біз бұны табудың 2 амалы бар. Бірінші, қарақұмық пен күріш барлығы қанша, соны тауып аламыз. Содан кейін бүкіл әкелінген барлық заттан күріш пен қарақұмықты алып тастасақ, онда арпа шығады. Немесе барлық өнімнен күрішті де қарақұмықты да азайтсақ, онда арпа шығады. 2 жолы бар, біз оңай жолын есептейік. 100-ден азайтамын 50-ді, одан азайтамын қарақұмықтың 28 килограммын, сонда қалған 22 килограмм қарақұмық шығады екен. Әлияның анасы 10 килограмм сәбіз сатып алды. Және осы сәбізден 5 килограмм артық пияз сатып алды. Және сәбіз бен пияз қанша болса, екеуі бірге сонша картоп сатып алды. Енді есеп бізден сұрайды, сонда қанша картоп сатып алды. Сызбасына қарайық, міне 10 килограмм сәбіз, мынау. Және осы 10-нан 5-еу артық пияз, міне 10-нан 5-еу артық. Енді айтады осы, сәбіз бен пияз қанша болса, сонша картоп сатып алды. Енді картопты тап дейді. Ол үшін алдымен біз пиязды тауып аламыз, 10-нан 5-еу артық. Не істейміз біз? 10-ға 5-ті қосамыз. Тең болады 15 килограмм бұл пияз. Енді қарайық, 15 килограмм пияз, 10 килограмм сәбіз. Енді сәбіз бен пияз қанша болса, сонша картоп дейді. Онда не істейміз? Сәбіздің санына пияздың массасын қосамыз. Сонда тең болады 25 килограмм картоп сатып алған болады. Түсінікті ғой балалар. 4-ші тапсырмаға қарайық. Қосуды мүмкін болатын жерде көбейтумен алмастыр дейді. Яғни 4 қосу 4 қосу 4 қосу 4. Бұл дегеніміз 4-ті 4-ге көбейт деген сөз, өйткені 4 рет қайталанып тұр. Осылайынша мүмкін болатындарын көбейтумен алмастыр. Ал қандай жағдайда мүмкін болмайды? Егер қосылғыштар әртүрлі болса. Мысалы 34 қосу 4 қосу 5 қосу 34 деген бұл жерде әртүрлі қосылғыштар берілген. Сондықтан оларды көбейтумен алмастыра алмайды екенбіз. Тапсырманы түсінсек, қосуды көбейтумен алмастырып, дәптеріңе орындап, маған жібере ғой.